Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсоктың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге керегі достар тары, қант, сары май жұмсақ және сүт керек болады. Міне достар, енді біз тарымызды әбден жуып алуымыз керек. Кішкене ыстықтау су құйып, тарымызды әбден жуатын боламыз. Осылай тазалап жуып шығуымыз керек. Міне достар, суымыз қап-қарап шықты, ол тарының кірі шығып жатыр. Енді тағы да суымыз ағарғанша қайта-қайта жуатын боламыз. Міне достар, мен тарымды әбден жуып алдым. 3-4 мәрте жудым мен. Тап-таза болып шықты. Енді үстіне қайнап тұрған сүтті құятын боламын. Сүтімізді көп құйып жүрмеңіздер, кішкене бір 2 елі асып тұрса болды. Тарымыз өзінің бойына сіңіретін болады. Және де бетін тарелкамен жауып қоямыз. Бір 20-30 минутқа қойып қоямыз. Міне достар, мен 20-30 минутта істедім. Енді осындай орамалға немесе қағаз орамалға жайып шығасыздар. Бұлай жайып кептіріп шығамыз. Достар, мен қазір тарымды бетін ашып, бәрін енді ыдысқа салатын боламын. Кептіріп алдым тарымды. Енді қазір ыдысқа салатын боламын. Міне достар, мен бәрін жинап алдым. Енді кішкене тұз саламыз, дәміне қарай кішкене. Қантымызды саламыз. Қант тоже өздеріңіздің мүмкін тәтті ұнатасыздар ма, мүмкін тәтті ұнатпайсыздар ма деген сияқты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Және де жұмсақ осылай еріп тұрған майды салатын боламыз. Және де әбден осыны араластырып шығамыз. Міне достар, майсөгіміз дайын болды. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет.